Төменгі жақ мандибуля деп аталынады. Төменгі жағымыздың өзін қарастыратын болсақ, оның өзі екі бөлімнен тұрады. Ол денесі корпус мандибуля және тармақтары рами мандибуля. Мына тұрған денесі болды, ана тұрған тармақтары рами мандибуля. Денесін қарастыратын болсақ, денесінің өзі екі бөлімнен тұрады. Базилярлы бөлімі, негізгі бөлімі, және ұяшықты бөлімі, парс альвеолярис деп аталынады. Денесінің алдыңғы бетінде, мына тұрған төменгі жақтың екі жартысы өзара бір-бірімен қосылған кезінде қалып қойған шодырын көріп тұрмыз. Ол шодырды біз иек шодыры деп аталынады. Протуберанция менталис. Ол иек шодырынан төмен қарай бағытталған екі төмпешік кетті. Ол төмпешіктерді иектік төмпешіктер деп атаймыз. Туберкулум менталь. Бүйір жаққа бағыт алатын болсақ, тесікті көреміз. Ол тесігіміз форамен ментали, иектік тесік. Иектік тесігіміз біздің каналис мандибулярис деп аталынатын өзектің бір шығыл тесігі болып табылады. Ары қарай бүйір жаққа бағыт алатын болсақ, қиғаш сызықты көреміз. Ол қиғаш сызығымыз линия обликва деп аталынады. Ол сызығымыз жоғары қарай бағытталады да өсіндіге ұласты. Өсіндінің аты тәждік өсінді. Процессус короноидус деп аталынады. Одан ары қарай ол тілікке ұласты. Тілігіміз инцизура мандибулярис, төменгі жақтық тілік деп аталынады. Төменгі жақтық тіліктің артқы бетінде екінші өсінді орналасқан. Оны айдаршық тәрізді өсінді деп атайды. Процессус кондилярис. Оның өзі екі бөлімнен тұрады. Төменгі жақтың басы капут мандибуля және мойыны колюм мандибуля. Төменгі жақтың басының буындық беті бар. Ол буындық бетті фацис артикулярис капитис мандибуля деп атаймыз. Ол басы өздерін байқап тұрғандай самай сүйектің төменгі жақтық шұңқыр арқылы байланысады да шықшыт буынын түзуге қатысады. Самай сүйегін оқып кеткенсіздер. Тармақтың латеральды бетінде көріп тұрсыздар өздеріңіз, бұдырмағы орналасқан. Шайнау бұдырмағы туберозитас массетерика деп аталынады. Оған аттас бұлшық ет кеп бекиді. Тармақ пен денесінің қиылысқан жерінде бұрышты көріп тұрмыз. Ангулус мандибуля, төменгі жақ бұрышы деп аталынады. Ішкі бетіне ұласатын болсақ, ішкі бетін қарастыратын болсақ, рамус мандибуляның төменгі жақтың тармағының ішкі бетінде бұдырмақ орналасқан. Қанатша тәрізді бұдырмақ. Аттас бұлшық ет кеп бекиді. Одан жоғары қарай тесікті көріп тұрмыз. Ол тесігіміз төменгі жақ тесігі деп аталынады. Форамен мандибуля. Бұл тесігіміз медиалды жағынан тілшік арқылы, кішкентай тілшік арқылы бетіп шектелген. Лингуля мандибуля деп атайды. Осы тесіктің төменгі жағынан жүлге өтеді. Ол жүлгені бізде жақ сүйек тіласты жүлгесі деп аталынады. Сулькус мелохиаидус деп аталынады екен. Бұл жүлгеден аттас нерв және қан тамырлары өтеді. Одан ары қарай денесінің ішкі бетіне жалғасатын болсақ,
бір сызықты көресіздер. Ол сызығымыз бізде линия милохеиді жақсүйек тілясты сызығы деп аталынады. Осы жақсүйек тілясты сызығына бізде аттас бұлшықет кеп бекиді. Егерде мына тұрған төменгі жақтан қарастыратын болсақ, міне сіздерге сол сызықты міне қызыл түрінде көрсетіп қойған. Міне линия милохеиді деп аталынады, немесе жақсүйек тілясты сызығы. Аттас бұлшықет кеп бекиді де, бізде міне ауыз қуысының төменгі қабырғасын түзіп тұрады, немесе оны диафрагма орис деп айталатын бұлшықетіміз екен. Осы сызықтың төменгі жағында бір шұңқырды көріп тұрмыз. Ол шұңқырымызда бізде сілекей безі орналасатын жақ асты шұңқыршасы бар. Латынша оны фосса субмандибулярис деп атаймыз. Одан медиальды қарай орналасқан екі шұңқыршақ орналасады. Ол шұңқыршақтар бізде тіл асты шұңқыршақтар деп аталынады. Тіл асты сілекей безі кеп бекиді. Тіл асты сілекей безі кеп орналасады. Оны біз фосса сублингвалис деп атаймыз. Одан төмен қарай, жаңа біз айтып өткендей, төменгі жақ екі симметриялы жартыдан қосылған кезде, даму процесі кезінде, ішкі бетінде қылқан пайда болады. Оны спинаменталис деп атаймыз. Немесе оны бізде төменгі жақ қылқаны деп атайды. Төменгі жақ қылқанынан төмен қарай орналасқан екі шұқыршақты көріп тұрмыз. Ол шұқыршақтарын бізде қос қарыншалық шұқыршақ деп аталынады. Фосса дигастрика деп аталынады. Бұл жерге қос қарыншалық бұлшықеттің алдыңғы қарыншасы келіп бекиді.